Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мен чупа-чукс жасайтын боламын. Балаларыма чупа-чукс жасап берем. Ол үшін алдымен бізге осындай су керек, таза су. Бөлме температурасындағы су бола береді. Сосын қант, осындай екеуі бірдей болу керек. Сосын менде осындай формалар бар. Осындай формалар алдым. Не? Бұл форма торт сататын жерде, кондитерский дүкендерде бола береді. Сол жерден табасыздар. Сосын менде мынандай бар, спачка. Осыны біз қазір мынаған формаға салатын боламыз. Енді ең алдымен біз мынадай кастрюль аламыз. Бұл кастрюль қалың болу керек кастрюль. Жұқа болса біздің чупа-чукстеріміз шықпайды. Қалың болу керек. Мен осыған мына суымды құямын. Осы суымды мен бір жақсылап, бір қайнатып аламын. Қазір бұны отқа қоямын. Міне отқа қояйын деп жатырмын. Осыны мен отқа қойып аламын. Астын қатты қоямыз оттың. Осыны мен бір қайнағаннан кейін қазір қантымды салатын боламын. Бір қайнасын. Көрсететін боламын сіздерге. Міне қайнап жатыр суым. Енді осы суыма манаға қантымды салатын боламын. Осылай саласыздар. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Су мен қантымыз бірдей болу керек. Суымыз көп или қантымыз көп болуға болмайды. Осылай жақсылап араластырамыз. Осы қантымыз бен суымыз жақсылап қатты отта қайнау керек. Содан кейін бар, қандай не салатынын көрсететін боламын қазір. Қантымыз еру керек қой. Қайнасын. Міне осылай қатты қайнап жатыр. Осылай қайнау керек. Енді біз осы қайнап тұрған сиробымызға осындай глюкозный сироп құятын боламыз, салатын боламыз осындай. Бұны да торт сататын жерде, кондитерский дүкендерден таба аласыздар. Менде осындай азғантай қалған. Мен көп пайдаланып жүргеніме. Енді осыны мен мынадай қасық, осындай қасықпен 2 қасық саламын. Жақсылап қарап алыңыздар. Осылай созылады. Осыны жақсылап араластырып аласыздар. Негізі чупа-чукс жасағанда қасынан кетпей тұрып жасау керек, болмаса күйіп кетеді. Енді екінші қасығымызды салатын боламыз. Екінші қасығымда осындай толы болды. Енді осыған саламын. Жақсылап араластырып, біркелкі маста болғанша араластырасыздар.
Енді мен краситель қосамын. Осындай бояу. Оны да торт сататын жерден аласыздар. Мен осындай жасыл түрін қолданамын. Оны біз қалай саламыз? Оны біз былай саламыз. Көрсететін боламын қалай салатынын. Менде осындай спачка болды. Осының жартысын сындырып алдым. Қолым кішкене бояу болыпты. Мән бермеңіздер бояуға. Осымен алып саламын. Болмаса көп салынып кетуі мүмкін. Балалар жейтін болғасын. Азғантай қосамын. Қарап саласыздар ғой енді. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша саласыздар. Қатты қою болғанын қаласаңыздар, көбірек саласыздар. Кішкене ашықтау свет болғанын қаласаңыздар, азғантай саласыздар. Осындай болып шығады, міне. Енді біз бұны астын азайтамыз. Отты орташа отта қоямыз. Болмаса сиробымыз қатты қайнап, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Астын орташа отта қойдым. Енді осыны біз 40-45 минут аралығында қайнатамыз. Қасында тұрып, қарап тұрып қайнатамыз. Бір араластырсаңыз болды. Ары қарай араластырмайсыз, өзі жайлап қайнай береді. Қарап тұрасыз қасында. Ал енді біз мана сиробымыз қайнағанша кішкене формасын дайындай береміз. Осы форманы осылай қойдым. Мына екінші форманы осылай қоямын. Енді осы біз жаңағы спачкамызды, мына үлкен ғой. Осы спачканы мен екіге бөлдім осылай. Мына үлкен болғандықтан ортасынан бөлдім. Енді балаларға болғасын, ол ештеңе етпейді. Осындай алып бөліп алдым. Мынандай үшкір жағы болады бұның. Үшкір жағын мына қаратамыз. Болмаса балалардың аузына кіріп кетуі мүмкін. Сол жағында ескеріңіздер. Осындай төрт бұрышты жағы, домалақ жағын осылай қаратасыздар. Осылай кішкене мына жерге дейін әкелесіздер. Ортасына дейін. Болмаса мына жерде болып қалатын болса, чупа-чупске ілінбей қалуы мүмкін. Сәл орталау қоясыздар. Ағаштар сынып отқан жоқ па, қарайсыздар ғой, мұқият. Так, келесі осындай. Ал клиентке жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қолдарыңызға перчатка киіңіздер. Енді мынаны қолдарыңызбен ұстайсыз ғой, болмаса осылай перчатка жоқ болса, қолдарыңызбен жасай беруге болады. Клиентке жасаған негізі перчаткамен жасаған жақсы. Мен үйге балаларыма жасайтын болғандықтан осылай жасай беремін. Қолым таза. Осылай барлығын салып аласыздар бірдей етіп. Осылай саласыздар. Барлығын бірдей етіп салып шығасыздар. Қазір сәл кішкене күте тұрыңыздар. Мен сиробымды қарап жүрейін. Сиробым қайнап жатыр әлде. Сиробым қайнап жатыр. Сиробым кішкене болып қалуға сәл қалды. Оған дейін мен таяқшаларын салып шығамын. Таяқшалар дайын тұру керек, осылай салып. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Заттары да табылады. Қиын емес, ондай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Осындай дүкеннің чупа-чупсын сатып алып бергенше осылай жасап берсеңіз болады. Так, осылай салып шығамын. Екеуіне де жетпейді, сонда да салып қоя берейін. Артық қалып жатса құйып жіберемін осыған. Так, осылай салып шықтым. Енді қазір сиробымды қарайтын боламын. Сиробым дайын болса, осыған құйып көрсетемін қазір.
осындай болып араласып қайнап жатыр. Уже дайын болып қалған сияқты. Ол қазір қараймыз бұны. Қалай білеміз дайын болатынын? Қазір сіздерге көрсетемін. Уже дайын уже мынау. Осындай салқын суға етіп қараймыз. Қазір көрсетемін, қазір қандай болады. Кішкене ыссы болып тұр. Уже дайын болып қалды, мынау уже. Пісіп жүргесін уже білемін ғой мен қалай болатынын. Сіздер осылай қарайсыздар. Мынау бүйтіп не істегенде қытыр етіп сыну керек қой. Сәл ыстылау болып тұр. Сәл 1 минуттай қайнасын. Көпіріп қайнау керек осындай. Қасыңызда қарап тұрып пісірмесеңіздер бұл күйіп кетеді. Сразу күйіп кетеді. Ішінде қанты болғасын. Мен осылай да қарай берем. Қытыр етіп сыну керек қой. Суысын кішкене. Сағыздай жабысып тұрса, ол әлі дайын емес деген сөз. Міне уже болып қалған. Енді дайын болып қалған сияқты уже. Осындай көпіріп пісу керек, қайнау керек. Уже дайын болды менікі. Қазір формаға құямыз. Қазір көрсетем қалай болатынын. Так, енді бұны қалай құямыз? Осылай орамалмен жақсылап ұстайсыздар, болмаса қолдарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Осылай құясыздар формаға. Асықпай. Мен керісінше болып та былай қояйыншы. Камераға көрсете қойын деп едім. Кішкене көтерші, камераны көтерші. Көрдіңіздер ме? Осылай құясыздар. Бұл чупа-чупсын 30 минуттай тұрады формада. 30 минутқа дейін қозғамаймыз. Жақсылап қату керек. Егер де үйлерің қатты ыссы болып жатса, одан да ұзағырақ ұстаңыздар. Осындай болып қалды кішкене. Жетіңкіремей қалды сәл. Ештеңе етпейді. Екінші поток қайнатып қоя бересіздер. Көп жасайтын болсаңыз егерде.
Осы болады маған, балаларыма осы жетеді. Енді осыны, мынаны қалай не істейміз? Бұны қатты қайнап тұрған суды осының үстіне толтырып қойып қоясыздар, сонда жібейді бұл. Сразу жібейтін болады. Содан кейін жуып ала бересіздер. Ал міне біздің чупа-чупсымыз осылай тұрды. Мен осына 30, 40, 45 минуттай қоя берем, қатқанша. Өзі қатады. Асықпай не істей бересіздер ғой енді ары қарай. Содан кейін дайын болады біздің чупа-чупсымыздар. Егер де дүкенге сыйлыққа бергіңіз келсе, дүкендерге сатуға қоям десеңіздер, бұның сыртын орайтын арнайы пакет сататын жерлер болады. Сол жерден сатып алсаңыздар болады. Енді мен балаларыма беретін болғасын, мен орамайым сыртын, солай қолдарына ұстата қоям. Менде осындай чупа-чупс орайтын осындай нелерім бар, міне. Осындай ленталарым бар, міне кішкене қатты. Осылай бетіп орай бересіздер ғой. Бұнда жаңа пакет сататын жерлерден аласыздар. Негізі бір алып қойсаңыздар көпке жетеді. Сырты осындай. Сырты осылай. Чупа-чупстың сыртын орайтын лентасы деп сұрасаңыздар, береді, тауып береді. Осындай. Енді біз қазір мен қатқан көрсететін боламын. Енді осыны мен 40 минутқа қойып аламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма кіріп, әртүрлі рецептілер бар. Комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қараңыздар. Апта сайын 2 рецепттен шығарып отырамын. Әртүрлі рецептілер. Менің каналым қызық болса, каналыма өтіңіздер. Енді мен сіздерге қатқанын көрсетемін. Міне менің чупа-чупстерім дайын болып қалды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осылай әдемі болып шығады. Балаларыңызға сіздер де жасап беріңіздер. Қандай әдемі болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлжайнар. Сау болыңыздар.